Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Көңіл күйіміз жақсы болса, онда сабағымызды бастамас бұрын суретке назар аударайық. Балалар, қазір қандай мезгіл бізде? Жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Қазір қыс мезгілі. Қыста дала әппақ күйге оранып, далада қарлар жауады. Енді біздің суретіміздегі мына қарлардың кейбір жерлерінде сандар берілген. Осы сандардан біз 1-4 таңбалы санды құрастырып көрейікші. Қанекей, 0, 0, 0 және 1 сандары берілген екен. Осы сандарды пайдалана отырып, 1-4 таңбалы сан құрастырып көріңіздерші. Тамаша, дұрыс айтасыздар. Я, 1000 саны. Сонда біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз 1000 көлеміндегі сандар. 1000 4 таңбалы сандардың ішіндегі ең кішісі болып табылады. Бүгінгі сабақта сен 3 таңбалы сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды үйренетін боласың. Санның моделін құрастыру үшін ең алдымен сандардың разрядын біліп алуымыз қажет. Яғни бірліктер класының өзі жүздіктер, ондықтар, бірліктер болып бөлінеді. Енді біз санның моделін нақты құрастырып алу үшін жүздіктерді үшбұрышпен белгілейміз, ондықтарды шаршымен белгілейміз, бірліктерді шеңбермен белгілейді екенбіз. Енді балалар, бірліктер класы айтып өткендей 3 разрядтан құралады. Бұл бірінші разряд бірліктер, екінші разряд ондықтар, үшінші разряд жүздіктер болып табылады. Белгілі бір санның моделін құрастырып көрейік. 300 саны. Бұл жерде 3 жүздік, 0 ондық және 0 бірліктен құралады. Бұл санның моделі қандай болады? Әрине, біз жүздіктерді үшбұрышпен құрастырғандықтан, бұл жерде бізде 3 үшбұрыш, яғни жүздігіміз 3. Жазылуы 300. Келесі санымыз 305. 305 санының моделі 3 үшбұрыш және 5 шеңбер. Себебі бірлік бізде 5. Жазылуы 305. Келесі санымыз 345. Бұл жерде жүздік 3, ондық 4 және бірлік 5. Санның моделі қандай болады? 3 үшбұрыш, 4 шаршы және 5 бірліктен құралады. Санымыздың жазылуы 345. Жарайсыздар. Келесі. Балалар, разряд деген бұл сандарды жазудағы цифрлардың орны болып табылады. Балалар, сіздер жаңа жылдық көңіл күйді сыйлау үшін ең алдымен бізде жаңа жылда не болуы қажет? Әрине, дұрыс айтасыздар, шырша болу керек. Шырша ойыншықтарсыз әдемі көрінбейді. Біздің шыршамыздың ойыншықтары бізге тапсырма беріп отыр екен. Шыршада қандай сандар берілген? Қанекей, айтайықшы. 355, 139, 423. Бұл сандар неліктен берілген деп ойлайсыздар? Қанекей, алдымен дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін жазып, тапсырмамызды орындайық. Сіздерге осы берілген сандардың моделін құрастыру ұсынылады. Сіздерге кішігірім уақыт беріледі. Есімізге сақтап алайық, міндетті түрде жүздіктер бізде үшбұрышпен, ондықтар шаршымен, бірліктер шеңберімен белгіленеді. Санның моделін құрастыру барысында шатасып кетпеуге тырысып көрейік. Сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Жақсы, тапсырмамызды орындап болсақ, келесі тексеріп көрелік. Бізде ең бірінші ойыншығымызда 355 саны болды. 355 санының моделі қандай болды? Өзіміздің жасаған моделімізбен салыстырып көрелік. 3 үшбұрыш, себебі жүздік үшеу. Шаршы
Ондығымыз 5, шаршымыз 5. Бірлік 5, шеңберіміз 5. Келесі жазылуы 355. 139 санымыздың моделі қандай болады екен? 1 үшбұрыш, себебі жүздік бізде 1. Шаршы 3, себебі ондығымыз 3. Бірлігіміз 9, шеңберіміз 9. Жазылуы 139. Келесі сан 423. Бұл жерде 4 үшбұрыш, себебі дұрыс айтасыздар, жүздік 4. 2 шаршы, себебі ондық 2. 3 шеңбер, себебі бірлігіміз 3. Санымыздың жазылуы 423. Жарайсыздар, тамаша. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындамас бұрын, жаңа жылда біз шыршадан басқа қандай затқа қатты қуанамыз? Әрине, жаңа жылдық сыйлықты алғанда қатты қуанамыз. Келесі тапсырма бізде жаңа жылдық сыйлыққа байланысты. Жаңа жылдық сыйлықтардың ішінде бізде әрбір сыйлықтың бетінде 3 таңбалы сандар көрсетілген екен. Осы 3 таңбалы сандарды салыстырып көру арқылы біз сыйлықтарды таңдауға жасай аламыз. Ең бірінші 427 мен 745 санын салыстырасыздар. Келесі 504 пен 405 санын салыстырамыз. Келесі 1000 саны мен 601 санын салыстырамыз. Салыстыру барысында жүздіктерге, ондықтарға және бірліктерге баса назар аударыңыздар. Ал уақыт кетті, мұқият салыстырып көреміз. Салыстырып көрсек, тексеріп көрейік. 427 745-тен кем. 504 405-тен артық. 1000 601-ден артық болып табылады екен. Жарайсыздар, барлықтарыңыз дұрыс салыстырған шығарсыздар деп ойлаймын. Балалар, сабағымызды аяқтамас бұрын біз күнделікті өмірде әрқашанда өз-өзімізге есеп беруіміз керек. Яғни, бүгінгі күні мен не жасадым? Бүгінгі күні мен қандай білім ала білдім? Деген сұрақты міндетті түрде қойып жүріңіздер. Осы орайда бүгінгі сабағымыз бойынша да өзімізге есеп беріп көрейікші қанекей. Бүгін мен білдім. Бүгін сіздер не білдіңіздер? Дұрыс айтасыздар. 1000 көлемдегі сандарды білдік. Қиындық тудырды. Қандай қиындық туды? Әрине, сандардың моделін құрастыру кезінде қиындықтар туды. Мен үйрендім. Бүгін сіздер санның моделін құрастыруды үйрендіңіздер. Қолымнан келді. Біз қандай өрнектерді немесе сандарды салыстыруды, сонымен қатар 3 таңбалы сандардың моделін құрастыруды үйрендік емес пе? Әрине, ол да сіздердің қолдарыңыздан келді деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сен 3 таңбалы сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды шешіп жаттықтыңыздар. Қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.